Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін рукола с мясом жасаймыз. Етті соңғы күні тураймыз. Сіздерге бір кеңес айта кетейін. Еттің мына жилкаларын қараймыз да. Егер жилкалары былай болса, значит біз былай тураймыз. Өйткені былай турасаңыздар, сіздер жилканы, ол ет қатты болып қалады. Былай турасаңыздар, ет жұмсақ болып піседі. Соңғы тура боламыз. Кішкене майда қуырып, өз шырынында соңында қуырамыз, бұқтырамыз. Қыздар, мына етіміз дайын болды. Енді осының соғын алып өзін. Бізде бальзамический уксус жоқ. Оның орнына оливка мен лимонный соктан бальзамический уксус қосып, оны осы соғына қосып араластырамыз. Соус жасаймыз. Қыздар, рукколаның өзіне кішкене май қосамыз. Помидор, болгарский персик тоже май қосамыз. Екеуін бөлек араластырамыз. Перчатка киіп қолын араластыруым керек. Мынандай бөлек-бөлек араластырамыз, чтобы езіліп кетпеу үшін. Мына жаңағы соғына лимон шырынын қосамыз. Қыздар, жаңағы өзінің соғына шырынына лимон шырынын салдым. Енді кішкене апельсин шырынын салам. Бұл бізге бальзам кремінің орнына ғой. Бальзамический уксустың орнына. Бальзамический уксус дейма жоқ. Бальзамический крем. Осының бәрін енді бәрін араластырамыз. Мына жерде светофор. Болгар борщы және помидор. Мынаны қосамыз. Одан кейін менде гальванийдің орнына творожный сыр, мынандай кусочками бөліп қойдым. Сонымен араластырамыз. Кедіргі жаңғақ болмаса, қол шетінде асқабақ жаңғағын, немесе конжут бар жаңғақ деген себесіздер. Енді саламыз тәлкемізге әдемі. Қыздар, мен жаңа сіздерге айтам деп ұмытып кеттім. Мына етті мен бұқтырмас бұрын, қолмас бұрын лимон соғымен кішкене оливка майда маринадтап алдым. Етім мен шамалы қаттылау қорып ұмытып кетіпті. Сіздер бүйтіп қарайтып қормайсыздар ғой. Дайын болды. Қыздар, мына руккола с мясом, горячий салат дейді, ыстық салат дайын болды.